Muhammed payg'ambarning 3-qatqa ko'tarilуі. Payg'ambar bismillah deb qaqpadan kirdi. Ol жерде payg'ambarda Ismoil esinde alp perişte kutib oldi. Ol perişte xo'roz beynesinde jaralibdi. Uluq Allah'ni maqtab madaqtab zikr aytib tur. Jibril perişte. Бұл періштенің есімі Ismoil. Ол сахар мезгілі жақындағанда жерге түсіп, «Ей момындар, тұрыңдар, зікір айтқын сахарда, хаққа құлдық қылыңдар, нұр таратып жаһанға» деп шақырады. Оның дауысын естіп, жер бетіндегі барлық қораздар қосыла шақырып, жұртты оята бастайды. Түн тарап, күн шығады. Періштелер жерге түсіп, ризық шашады. Тіршілік ұйқыдан оянады. Әуелден ақырға дейін осылай шақырып, мезгілді реттеп тұрады деді. Пайғамбар, бұл періштенің беймезгіл уақытта шақыратын кезі бола ма деп сұрады. Жебрейіл, әлбетте. Бұл тек қиямет қайымда ғана беймезгіл шақырады. Ол жамандықтың бастауы. Ол кезде күн мен түн соғысып қиямет басталады деді. Пайғамбар, «Я Алла, қияметті алыс ет. Үмметімнің болашағын жарқын ет» деп дұға тіледі. 3-ші қатта пайғамбар жеміс терген бір адамдарға жолықты. Олардың кейбірі ағаштың жерге түскен жемістерін теріп, ал енді бір бұтақтарын сілкілеп жатыр екен. Пайғамбар, «Бұлар кімдер?» деп сұрады. Жебрейіл, «Бұлар құлшылығы жоқ, бірақ хақтың жолына садақа берген жомарт жандар. Садақасының шарапатынан Ұлық Алла оларға жемістен жеуге рұқсат берді. Егер құлшылық қылғанда ағашты сілкімей-ақ, өзі түскенді теріп жер ет» деді. Пайғамбар одан өте беріп еді, түйе үстіне мінген бір адамды көрді. Қолында ұзын, инедей жұқа таяғы бар екен. Сонымен тау-тасты шұқып бір нәрсе іздеп жүреді. Әлсін бір құс келіп, оның басынан шұқып өтеді. Пайғамбар Жебрейлден, «Бұл кім? Бұл не қылған пенде?» деп сұрады. Жебрейіл періште, «Бұл адам пәни дүниеде нанның қиқымын бей-берекет шашып жеген, ысырап обал дегенді білмеген. Ысырапшылдығы үшін Алла тағала ол адамға мақшар алаңында жер бетінде өзі түсірген нанның қиқымын түйенің үстінде тұрып тергізет» деді. Ал құс не үшін оның басын қайта-қайта шықып кетеді? Ол нанның қиқымын таптап жүре беретін надан болды. Нанның обалы қара құсқа айналып, төбесінен осылай шықып кетеді деді. Пайғамбар осыдан соң үмметіне нан қиқымын шашпау туралы өсиет айтыпты. Бір кезде Мүбарактың алдынан 2 адам шықты. Біреуі бағалы киім киген, кеудесін керіп, аяғын талтитып, 2 қолын артына ұстап, мұрнымен аспанды сүзіп келе жатты. Екіншісі жұпыны киім киген, тізесін бүгіп, оң қолын кеудесіне қойып, тағзым етіп тұрды. Пайғамбар 2-ші адаммен сәлемдесті. Ол да иіліп, 2 қолын ұсынды. Мұхаммед пайғамбар біріншісіне назар да салмады. Жебрейіл, «Ей, Алланың сүйіктісі, Мұхаммед, бірінші адамға неге зер салмадың?» деді. «Мен кішпейіл адамды жақсы көрем. Кім кішпейіл болса, ол менің туысқаным. Ал өр көкірек, тәкаппар адам менің үмбетімнен емес» деді. Жебрейіл, «Я Расулулла, расымен бірінші адам бейнесіндегі ібіліс болатын, екіншісі періште ет» деді. Олардан өткен соң пайғамбар қатар өскен 2 ағашты көрді. Бірінің жапырағы жайқалып тұр. Саясында бір топ адам ағаштың жемісін жеп, рахаттанып сұхбат құрып отыр екен. Екінші ағаш қурап кетіпті. Жемісте жапырақта жоқ. Оның да айналасында жүздері мұң басқан бір топ адам отыр. Олар жемісті ағаштың саясында отырған кісілерге қызығып та, қызғанып та қарайды. Пайғамбар, «Бұлар кімдер?» деді. Жебрейіл, «Жеміс ағашының саясында отырғандар өнегелі ұрпақ өсіргендер. Тәрбиелі ұрпағының игі істері бәйтерек болып жайқалып, ата-бабаларына сая болып тұр. Қураған ағаштың түбінде ұрпағын бетмен жіберген тоң мойындар отыр.
Ұрпағы қиянатқа үйір болған. Соның кесірінен ата бабасы сая таппай қиналып тұр. Ұрпағының жемісін жей алмай, өзгелерге қызығып қарауда. Кез келген адам өнегелі өмір сүрсе, ана дүниеде ата-анасы осылайша рахат табады деді пайғамбар. Ұрпағын жақсы тәрбие беру менің үмбетіме сүндет болсын деп тілек тіледі де жүріп кетті. Жолда бір топ періште кездесті. Олардың саны 40 екен. Олар әсем даусымен Алланы мақтап пәктеп ұлықтап тұрды. Пайғамбар періштелердің әсем үнмен құйқылжыта салған зікірін ұзақ тыңдап бақылады. Олардың үні адамның денесін еріксіз балқытып, 62 тамырын иітіп жіберетіндей әсерлі екен. Пайғамбардың ет жүрегі елжіреп сала берді. Бір кезде кейбір періштенің зікірін тоқтатып, қынжылып тұрғанын көзі шалды. Бұның мәнісін түсінбей абдырып қалды. Пайғамбардың мұңды жүзін аңғарған Жебірейіл, жердегі бейбіт тіршілік 40 періштенің зікірінің шарапатынан тұр. Бір адам өтірік айтып алдап, арам әрекетке барса, бір періште қынжылып зікірін тоқтатып тұрады. Сол кезде алаяқтың үйінде тыныштық бұзылып берекесі кетеді. Егер 10 періште Алланы мадақтауын доғаратын болса, сол елде соғыс өрті тұтанады. Барлық періште бір мезетте кілт тоқтаса, 18 мың ғалам бір сәтте шаң тозаңға айналып шыға келеді деді. Мұны естігенде пайғамбардың ұнжырғасы түсіп кетті. Ол, адамнан көңілі қалған періште не істейді сосын деді. Жебірейіл, бір адам жақсылық жасаса, періште сол сәтте жадырап сала береді. Зікірін сол заматта қайта жалғап, Алланы пәктей жөнеледі. Үмбетің өзгеге қуаныш сыйлаған сайын, қиямет алыстай түседі деді. Пайғамбар жадырап сала берді. Ол, Құдай қаласа, үмбетім қияметті болдырмауға жанын салар деді. Жебірейіл оны қостап, нағыз үмбетің тыныштықтың кепілі деді. Пайғамбар мен Жебірейіл аспанның терең қойнауына сүңгіп, жоғары өрлей берді. Бір кезде оларға Мұса пайғамбар жолықты. Екі пайғамбар құшақтасып көрісті. Мұса, миғражың құтты болсын, Мұхаммед. Алла үмбетіңе рақым нұрын төге берсін. Қияметке дейін сені бір көріп, әңгіме дүкен құрсам деп армандаушы едім. Алла тілегіме жеткізді деді оған. Қос пайғамбар сұхбаттың шырынды ләззатынан шыға алмай, ұзақ уақыт отырып қалды. Бір кезде ұлық Алла Жебірейілге: «Ей, Жебірейіл, досымды жылдам жеткіз» деді. Мұхаммед пен Жебірейіл Мұсадан жөнелуге рұқсат сұрап, сапарларын жалғастырды. Бірақ аспанға қарай өрлей ұмтылып, 4-ші қатқа жетіп барды.